Сәлем достар, мен Айсұлу. Бүгін сіздермен бешбеттің 3-ші бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімде біз сыртқы матаның, яғни негізгі матадан сыртқы бөліктерін айтын боламыз. Ең бірінші алдымен бачогын бірге біріктіретін болсақ, мінекей бұл алдыңғы бөлігі. Мен мойын жағын сәл өзгерттім. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты мойнын өзгертулеріңізге болады. Лекалада мойынны кішкене басқашалау. Мінекей осылай инемен бекітіп аламыз да тігіп шығамыз. Және де тігіп боламыз да, сыртынан тағы да бір өтіп тігіп шығамыз. Мінекей нәтижесі осындай болды. Енді біз тігіс жағынан артық шыған бөлік болса қиып тастаймыз және де үтікпен үстінен бір басып шығамыз. Үтікпен басқан кезде тігістерімізді қатты тегістеп тастамауымыз қажет. Яғни айтпағым, рельефті дене сақталуы керек. Яғни кеуде тұсындағы көріп тұрсаңыздар, ол жиырылып тұр. Өйткені ол біздің кеудеміздің формасын рельефті қылып тұру үшін солай ойылып тұрады, шығыңқы болып. Сондықтан да үтікті басқанда қаттырақ баспай, сол жерге келген кезде біз оны жапырып тастамауымыз керек. Жалпақ тілмен айтқанда. Енді арғарай артқы бөліктерін тігетін боламыз. Яғни арқасы мен жаңғы бачогын тігеміз, біріктіріп. Тігістің үстінен тағы да бір тігіп жүріп өтеміз. Енді выточкасын тігеміз, яғни ойығын.
бір-біріне қаратамыз, оң қаратып, үшбұрыштай отыра, ақырын үшбұрышты бағытпен шетіне қарай шығып кетеміз. Мінекей ойық жеріне келген кезде осылай екі жақтан да тіктейміз, үстінен басқан кезде де ақырын басамыз. Ал мынау выточканы тіктеген кезде үстінен кәдімгідей басып, тіктеп, жақсылап нық басамыз. Енді жеңдерін біріктіреміз, яғни төменгі бөлігі мен жоғарғы бөлігін. Жоғарғы бөлігінің ойық жағы мен төменгі бөлігінің ең ұзын жағын алып біріктіреміз. Оларды тігеміз де, үстінен тағы да бір тігістің үстінен өтеміз. Сізге түсінікті болу үшін мен тоқтап өтсем, осы жерде жеңінің, яғни жоғарғы бөлігінің ойық жантайып келген бөлігін аламыз. Міне осындай стрелкамен көрсетілгендей. Сол жермен төменгі жеңінің біз ең ұзын точкасын қосамыз. Оны да белгілеп қойдым. Жеңдерінде үтіктейміз тігіс жағынан. Мінекей осындай болды. Бізде екі жеңіміз де дайын. Яғни жоғарғы жеңіміз мінекей жоғарыда орналасады, төменгі жағында орналасады қолымыздың. Ал мынау бізде арқасы. Енді алдыңғы бөліктерін біз декор жасауымыз қажет болады, яғни әсем моншақтармен оюлар салып көркемдейміз. Беліміздің тұсынан, яғни мен тіке сызық жүргізіп, сызып алдым. Сол тұстан мен ою салатын боламын. Көмкеру үшін мен неше түрлі моншақтарды ең бірінші қойып көрдім, яғни түстердің сәйкестігін ескеріп, қандай моншақпен қойда қалай болады деген секілді бірінші қарап алдым. Арасында бисерлер бар, ұсақ моншақтар, хрустальды моншақтар, стразалар, тастар, үлкен жемчугтар бар. Осылай да қойып көрдім. Қызыл түсті страза маған ұнаған жоқ. Одан кейін қара түсті моншақтарды қойып көрдім. Осылайша бірнеше нұсқаларды қарастырдым. Осы моншақтардың сәйкестігі маған көбірек ұнады. Бірақ осындай да нұсқа болды менде, яғни әртүрлі түстен өте сондай бір жеңілдіктің белгісі ретінде ою көмкергім келді. Осындай темірлерді қосып, шашақ ретінде пайдаланам деген. Бірақ та бірінші нұсқаға келіп тоқтадым соңында. Оюды осылай сызып алдым сабынмен. Сіздер егерде ою салу қиын болса, бастырып алуларыңызға болады. Моншағымыз ұзын жіпке өткізіп аламыз да, осылай оюдың жолымен, яғни салынған сурет бойынша әр жерден іле отырамыз. Моно жіппен, яғни мөлдір жіппен.
Әрі қарай көркемдеу үшін тағы да басқа нұсқаларды байқап көрдім. Осы нұсқа көбірек ұнады. Енді әрі қарай жылтырақ қарамен жалғастырамыз. Ұзын жіпке өткізіп алып, мінекей оны біз әрі қарай шығару үшін инені өткіземіз де, иненің тесігіне сол жіпті салып, ар жағынан шығарамыз. Оны ар жағынан бекіту үшін сіздер байлап қоюларыңызға да болады, түйіп, немесе мен сияқты ыстық желім арқылы бекітіп, әрі қарай өткізіп жіберулеріңізге болады. Оюдың осы бұрышына үлкен хрустальды моншақтарды салдым. Оюланған ортаға осындай 4 үлкен жемчуг қара моншақты салып, әдемілеп қойдым. Әрі қарай моншақтарды жан-жағына шашыратып көрдім. Нәтижесін солай әрбір жерден моншақтарды шашыратып тігіп шықтым. Мінекей нәтижесі осындай болды. Өте керемет болып шықты. Мен өзім таң қалдым нәтижесін көрген кезде. Жалпы ол контраст береді, әрбір түске де сәйкес келеді. Әр түстің өзінің ерекшелігін көрсетіп тұрады. Келесі видеода бешпетімізді толығымен бітіретін боламыз. Оны өткізіп алмас үшін будильникті басып қойыңыз. Менен басқа да видеоды әр сенбі сайын күте аласыздар. Және де каналымның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, подписация етіп, және де пікір қалдыра отырсаңыздар, мен үшін жеткілікті. Сіздермен болған Айсұлу, сіздерге көп рахмет. Менің әрбір каналымдағы басқа да видеоларды қарағыларыңыз келсе, мінекей осы жерге сілтеме қалдырамын. Сау болыңыздар, менен әр сенбі сайын видео күтіп отырыңыздар. Рахмет.